Экономиканың өрісі кеңейген сайын сауда нарығы қыза түседі. Сабақты ине сәтімен дегендей, мұндай кезде тауарды табысты өткізудің мүмкіндігін құр жіберіп алмаған абзал. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз сауда менеджерінің мәдениетіне тоқталамыз. Сырт келбетте сыр көп. Әсіресе келіссөз кезіндегі сауда менеджерінің киімі сіздің қандай екендігіңізді және не күтуге болатын аңғарта түседі. Киген киіміңіз кәсіби ұсыныстарыңыздың сәтті қабылдануына әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан бизнес саласында іскери стильді таңдаған жөн. Оған қоса маманның ішкі дайындығы да маңызды. Тіпті ара қатынасыңызға сызат түскен серіктесіңізбен күрделі келіссөз күтіп тұрса да, түсіңізді тұнжыратпай күлімдеуге тырысыңыз. Сыпайы әрекет автотұрақ пен клиент кеңсесінің бірінші баспалдағынан басталуы керек. Тек компанияның маңызды тұлғаларымен ғана емес, кез келген кездесуде ізеттілік сақтаған дұрыс. По нашим стандартам, когда клиент заходит в салон, клиент салонға кірген бетте оған жақындап артық сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Керісінше, ойлануға уақыт берген дұрыс. Егер өзі қызығушылық танытып жатса, сонда ғана менеджер келіп кеңес бере алады. Егер сіз клиентіңізбен өз аймағыңызда кездессеңіз, есіңізде болсын. Сөзіңіз сенім ұялатумен қатар сырт келбетіңізде болашағы зор қызметкер образына сай болғанын қадағалаңыз. Жұмыс орныңыздың интерьері де сіздің ұпайыңызды не арттырады, не кемітеді. Сондықтан адамдарды қабылдайтын кабинетіңіздің ішкі ахуалына мән беріңіз. Мүмкіндігінше кеңседегі жиһаздардың бір стильде болғанын қадағалаңыз. Ондағы түстердің реңкі қанық емес, сәл күңгірттеу болса, келушіге жайлылық сыйлап, орындықтар бар ойын тек әңгімеге бұруға көмектеседі. По психологии, лучше не садиться. Адамға қарама-қарсы отыруға болмайды. Одан да жанына отырып мониторды клиентке қаратқан жөн. Кейін барлық қызықтырған модельдерді бірінен соң бірін көрсетіп, қажетті ақпаратты береміз. Байланыс телефоныңыздың дыбысын кездесу кезінде сөндіріп қойыңыз. Әйтпесе клиентіңізде маған деген қызығушылығы жоқ деген ой тууы мүмкін. Телефон мен айпадты үстелдің үстіне қоймаңыз. Тек жұмысқа керек кезде ғана алып шығыңыз. Осылайша сіз сұхбаттасыңызға зор зейін қою арқылы онымен сөйлесудің маңызды екенін білдіресіз. Сыртқы кескін мен ізеттіліктен бөлек, сауда менеджері соңғы нәтижеге қол жеткізудің маңыздылығын бір сәтте есінен шығармағаны дұрыс. Олай болмаған жағдайда қажетті келісімшарттың орнауы екі талай. Батыс сауда менеджерлерінің ABC Always be closing әрқашан соңына дейін жеткіземіз деген қарапайым ұраны бар. Оны телефон арқылы да кездесу кезінде де атқара береді. Ол үшін сізде арнайы сауалдар тізбегі дайын болу керек. Мысалға, сіз біздің ұсынысымызды пайдалануға дайынсыз ба? Қай уақытқа сізді біздің кеңесшімізге жазайық? Егер сіз тауарды телефон арқылы сатсаңыз, онда келесі қателіктерге ұрынбаңыз. Даусыңыздың көңілсіз болуы, тегін жиі қайталау, өзіңізге деген шектен тыс сенімділік, тез және сауатсыз сөйлеу, клиенттің сөзін бөлу немесе сөз таластыру. Оған қоса, қазір сөйлесе аласыз ба деген сауал қоймаған абзал. Ол көбіне жоқ деген жауаппен аяқталады. Оның орнына кешіріңіз, сіз біздің әңгімемізге қанша уақытыңызды бөле аласыз деп сыпайылық танытқан дұрысырақ. На мой взгляд, самой большой сложностью является отсутствие визуального контакта. Поэтому телефон арқылы сөйлескенде біз клиентті көрмейміз. Сол себепті дауыс ырғағына айтқан сөздерімізге үлкен мән беру керек. Мәліметтерді толыққанды және түсінікті етіп жеткізгеніміз абзал. Клиенттердің бәрі бірдей емес, кейбіреулер қысқада нұсқа ақпаратты талап етеді. Басқалары керісінше, біз сататын пәтерлердің құрылысы, қолданылған материалдар және тағы бір қатар тетіктер жайлы сұрастырады. Сондықтан біздің компанияның барлық менеджерлері бұл ақпаратты біліп, міндетті түрде жеткізе алуы тиіс. Нәтижелікті арттыру үшін анық әрі қарапайым сөйлеу қажет. Тырысамыз, мүмкін, қалайда деген екі-үшті сөздерден қашып, нақты әрі болымды сөйлем құра біліңіз. Bir қатар салмақты дәлелдеріңіз дайын болсын. Оның мазмұны сіздің ұстанымыңызды бекіте түсуі тиіс. Адамның мінез құлқына сай тілдесу. Егер сұхбаттасыңыз қызуғанды болса, жандырып тез сөйлеңіз. Ал егер флегматик болса, керісінше байыппен түсіндіріңіз. Естігісі келетін нәрсені айтыңыз. Яғни әңгіме табыс, пайда, мақсатқа жету сынды серіктесіңіздің қызығушылықтары аясында құрылуы керек. Кәсіби құзыретіңізді іскери мәнермен жетілдірсеңіз, ісіңіз алға басары сөзсіз. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.